такфир идеологиясының ұстанушыларының ең негізгі дәлелдерінің бірі пайғамбар алейхиссаламның хадисіндегі әл-фарқу байнал абди уәл кафири ат-таркус соля, яғни бұл хадистің мағынасы шын мәнінде құл мен, яғни мұсылман мен кәпірдің арасын бөліп тұрушы нәрсе намазды тәрк ету деп айтқан хадис негізге алады. Яғни бұл хадистің шархына келетін болсақ, аталған хадиске мұхаддис ғалымдар бұл жердегі намазды тәрк етуші емес, намазды жалғаулықпен немесе немқұрайлықпен орындай алмай жүрген адамдарды пайғамбар алейхиссалам айтқан деген көзқарастар бар. Яғни бұл пайғамбар алейхиссаламның намаз оқымаушыларға немесе намазды немқұрайлықпен жалқаулықпен тастап қойған азаматтарға үлкен ескерту ретінде айтқанын білеміз. Көптеген мұхаддис ғалымдардың көзқарастарында келген пікір. Ат-такфир идеологиясының тағы бір ұстанымдары бұл қандай да болмасын, яғни ислам шариғатына өздері бидғат деп санаған түрлі діни сенімдерді ұстанған немесе соны амал жүзінде іске асырған мұсылмандарды күпірлікпен айыптау. Ал енді ислам шариғатының негізгі көзқарасына келетін болсақ, ислам шариғатында басқа бір мұсылманды күпірлікпен айыптау тыйым салынған. Себебі пайғамбар алейхиссаламның хадисінде кімде-кім басқа бір мұсылманға сен кәпірсің деп айтса, және ол кәпір болмай шықса, ол сөз өзіне қайтып келеді дейді. Демек, басқа мұсылманды күпірлікпен айыптамас бұрын біз әрбір мұсылман өзінің көркем мінезділігімен, өзінің әдептілігімен, өзінің мәдениеттілігімен басқаларға үлгі болу керек деп санаймыз.